айттым, мен ауырып жатырмын дедім. Сосын понедельник маған жазып жіберді, жігіт болатын болсаң, сен маған сезімің жоқ, анау мынау. Сосын барып мен айттым, Индира, мен действительно қазір ауырып жатырмын. Менде қазір телефон қарайтын халім жоқ. Сосын барып өзімдік енді мен үміткер болып келгеннен кейін енді қызды бір жерге апару обязанность қой маған. Сосын барып тұрдым да салқын душқа түстім, өзімді есім жиын деп. Сосын барып мен жазып жібердім Индираға. Кетті, ладно, онда киноға барып келейік, қалай қарайсың деп. Индира содан кейін ответ қайтармады, оқып алып ответ қайтармады. Сонысы маған ұнамай қалды. Және де айтып жатыр ғой, кездесуге алып кетті, бірақ ешқайда апармады деп. Менде кездесу бәрі организован болды. Менде сыртта дос балдарым күтіп тұрды, гүлмен как положено. Мен бірақ осы ішке кірген кезде ол Бекзатқа қарап отқан қылығыма ұнамай қалды. Өйткені Бекзатқа қарап, кәдімгідей Бекзаттан рұқсат сұрағысы келіп отқан сияқты болып қалды да. Мен ішке кірдім, как будто андай өзімнің дәрежемді төмен түсіріп тастаған сияқты болдым, қыздың артынан жүгіріп жүрген сияқты. Не оны таңдасын, не мені таңдасын. Мен өзімнің мына жерде оценкамды жоғары көремін басқаға қарағанда. Мен енді түсінейін дедім, себебі шынымен кеше сіз осы жерде алып кеткенде сіздің көңіл күйіңіз болған жоқ. Тек күтіп тұрдыңыз да кетіп қалдыңыз. Сіз кірген кезде көңіл күйіңіз болмаған ғой, көріп. Кешіріңіз Балауса ханым, сөзіңізді бөліп жатсам, просто ішке кірген кезде бұл Бекзаттың қасынан шықпайды. Бекзаттың қасында отыра береді. Мен оған айттым, неге Бекзаттың қасында отыра бересің деп. Ол айтады, ойбай, білмеймін, ол Бекзат қасыма келіп жабысып өзі отырып алады дейді. Сен де өзіңнің мнениең бар шығар, может басқа жаққа отырып алады. Мына жерде қырғын столда тұр, неге шет жаққа отырмайсың? Неге именно сол жерге отырасың сен? Ұнайды маған сол орын, отырамын мен сол орында. Қасымда кім отыр, менің шатағым жоқ, кім менің қасымда отырады. Маған ол сол жер ұнай ма, мен отырамын. Мен саған кеше де сөйтіп түсіндіріп айттым. Және де Балауса ханым айтады ғой, сен мені игнорировать еттің. Ондай болған жоқ. Сіз маған пятница кешке жаздыңыз. Мен үйге барып сразу ұйықтап қалдым, Балауса ханым ауырып. Мен не так скорый, мен больницамен алысып жүрген адам. Келесі күні мен сізге жауап жаздым. Мен оған жауап жаздым. Келесі күні. Ол мені игнорировать етті 2 күн. Уже эфирға шығара алдым, мен оны енді айтып жатырмын в воскресенье. Қалайсы сол кезең ғана, вот матчтары болды ғой как раз. Вроде бы, я. Сол кезде мен сізге тоже жаздым ғой. Типа, сіз неге маған жазбайсыз өзіңіз, неге кездесуге шақырмайсыз? Матчтың қандай қатысы бар? Сол кезде жазған болады. Матчта Бекзат болды ғой, Балауса ханым. Мен соны айтып отырмын. Жоқ, мына жерде зачем ол эфирға ойнатып, Индира? По факту қалай бар, сол айтшы. Мен саған пятница күні кеше жаздым. Сен маған факт, суббота ответ қайтармадың. Пятница күні для то есть воскресенье сен маған для галочка жаздың. Нақты сен для галочки жүрсің. Мен для галочка жүрген жоқпын. Мен саған басында кездесуге бірінші кездесуге басылыңыздар. Айғаламай сөйле маған. Сабырға келейік, Индира. Сіз де кінәлісіз. Мен сіздің позицияңызды мүлдем отырған жоқпын, үміткер күтіп отырған сіз. Жоқ, Балауса ханым. Рүстем алып ұшып келді, кеше кездесуіне шақырды, жазатын жазды. Мен кеше сізге осы жерде айттым ғой, сіз неге қарап отырсыз Бекзатқа деп. Себебі сіздің көзқарасыңыз маған оғаш болып көрінді. Рүстемнің ренжитін орны кіргеннен кейін кездесуге алып келдейін деп келіп тұрсам, но кімнен рұқсат сұрап отыр деп қарайтын орны ғой. Ал сіздің айтып отырғаныңыз қазір. Сіз матчты айтып кеттіңіз. Не шаруа сізге? Сізге келіп тұрған үміткермен байланыс болу керек емес пе? Және жаздым деп отыр. Сіз неге жауап бермедіңіз? Мен жауап бердім Балауса ханым. Мен айттым, жұма күні мен ауырып қалдым, мен больница. Одан кейін киноға шақырдым деп жатыр. Шақырды, одан кейін мен жазғаннан кейін Балауса ханым шақырды. Менде бүкіл сообщениялар бар, мен ашып көрсете аламын. Көрсетейік онда. Сіз жазғаннан кейін болғанда ең бірінші бұл кісі жазды ғой сізге, шақырған бірінші бұл кісі емес. Бірінші мен жаздым, содан кейін ғана мені шақырды. Жоқ, пятница күні, Индира, мен саған жаздым ба мойында? Жоқ, пятница күні, Индира, мен саған жаздым ба мойында? Кешке саған шыққаннан кейін эфирден жазып жібердім. Шақырып тұр ғой бұл кісі бірінші болып сізді. Сіз бармай тұрсыз, содан кейін барып ренішіңізді жазғансыз, бұл тағы да шақырып тұрсызды. Себебі эфирде ыңғайсыз болмасын деген сіз екеуіңізде. Балауса ханым, Нұржан айта кетейінші. Индираны мүлдем түсініп отқан жоқпын, негізі келіп баса көктеп келе салысымен бірден бастап адыр ғой. Ойбай, үміткер нандай нәрселер ұнамады, нандай. Дұрыс айтады, негізі ұнаған нәрсені бастап келіп айтқаныңда мүмкін сондай, біз не көріп отырмыз, сен қалай да болсын құтылу керек болып отырсың да қазір. Бірден айтып алды, ұнамайды деп ше. Негізі келіп адыр, кездесуін жасап адыр, апарып адыр, одан артық не керек деп ойлаймын. Сен бір андай қылып айтып жатсың да, бүкіл жақтан блокқа тықтым ғой, енді одан артық не керек деп. Бұл жігітке сенің бүкіл жақтан блокқа тыққаның керек емес. Мына студияның ішінде Бекзатқа сен блокқа тыққаның керек болып тұр, Бекзатқа блок қойғаның керек болып тұр. Болды. Басқа ештеңе керек емес бұл жігітке. Қадамын жасап жатыр, білмеймін қыздар енді. Келгеннен кейін нормальный бір сыйластықпен бастап, жақсы әңгімені айтып бастаудың орнына келді да бірден ұнамайды деген әңгімеден бастап жатсың да, Индира. Мен шындықтан бастап жатырмын.
Енді шындық енді ұнамаса осы уақытқа дейін неге жалғастырып жүрдің, неге Ұнамаса ұнайды қайтармайсың деп енді? айтамын ба, кешегі мәселені айттым ғой Нұржан. Босқа Кеше не болды, босқа мен соны айттым. Осы уақытқа дейін мен осы адамды жақтап отырдым, мақтап отырдым, сыйлап отырдым. мына жақта айта кетейінші. Балжан. Қош келдің, ассалаумағалейкум. уағалейкум. Нұржан, естіп отырсаң, негізі қыздар мынандай нәрсені қалайды да, кеше күшті кірді, дұрыс па? Күшті кіргеннен кейін жігітте пландар болды деп айтып отыр ғой өзі, дұрыс па? Енді қыздарға мынандай нәрсе ұнамайды. Жігіт қыздан сұрамау керек, қай жерге барамыз? Бүйтеміз бе, сөйтеміз бе деп. Планмен келу керек та, осы жерге барамыз. Жігіттен сол нәрсені күтті. Индира, қазір бауырым айта салайын. Индираның мен бір шетінен Нұржанды сөзі бар деп ойлаймын. Саған Бекзат ұнай ма негізі? Бірақ сенің типажына жігіт бойы ұзын деп жатсың, дұрыс па? Сен өзің типажыңа қарсы келіп жатқан жоқсың ба осы жерде? Енді және де мен Индира жауап айтты ғой, бере Индира кетейінші. жауабын берді ғой. Қазір- Маған Бекзат ұнамайды деп айтып Балауса ханым маған да айтып жіберді ғой, жігіт білмейді қайда баратынын деп. Мен де айтып тұрмын ғой, план совсем был другой, басқаша план болды менде қызбен кездесуге. Мен қалай келдім, содан кейін что-то Бекзатқа қарағанда настроение түсіп кетті да, мен содан кейін өзіне сұрадым. Индирадан, сіз қайда барғыңыз келеді деп. Ол айтты, мен ауырып қалдым, мен ет жегім келіп тұр деп. Содан кейін біз сонда бардық. Балсыған. Ринат. Мен мына жерде Балсыған саламатсыз ба? Қош келдің, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мен мына жерде Ғалымжан ше өзіңді түсінбей тұрмын. Мына жерде ше, жаңа жігіт айтып жатыр мысалға деймін да, кездесу болды, бірақ өзінің андай несіне қарап, мен анжы осы жаққа бардық деп тұр ғой. Ғалымжан просто андай да, сені де білеміз, Индирада көңілім бар екен деп, өз бойыңда не істеп, андай не істей бермей ақ қой. Ол по-любому Бекзаттан ешкім астап кете алмайды, Балауса ханым. Өйткені жаңа айтып отыр, Ринат, Ғалымжанның көңілі бар дейсіз ба Индирада? ол айдан анық нәрсе, Балауса ханым. Индираны бұл күште жағалап жүр. Көңілі бар дейтінді мен не істеп жүр екен? Жоқ енді, андай да, просто Бұл жерде ауыз бар деп негізі сөйлей бермейікші. Ғалымжан. Если мен көңілім болатын болса, мен істейтін нәрсені істеймін. Ғалымжан, сөзің алдында сөйлей болайық, Ғалымжан. Сен сөзді ешқашан бөлмейміз ғой біздер сөйлеп жатқанда. Просто жаңа айтып отыр, пәне күні қайтарған жоқ, мячқа бар, тия. Бірақ ол күні Бекзатқа кімді? Индира ханымды Бекзаттың өзі шығарып салған болатын. Дұрыс па? Сол себепті ол үміткеріне не Ол қайтарған? қай кездегі әңгіме? Бірінші күні, матч күні. Матч күні, иә. Матч күні қалай мені шығарып салды? Жоқ, Балауса ханым. Матчтан кейін біз бәріміз бір машинада отырдық. Сояқта Гаухар ханым болды, Ақерке болды, Нұржан болды, Бекзат та болды енді, Жанибектің досы. Андай ғой, Балауса ханым, мен просто Индираны түсінбей жүргенім бар ғой, Индира. Егер де үміткеріңе ешқандай көңілің жоқ, мысалы деймін да, көңілің бұрмайды, көңілің сен бұратын Бекзатқа, мен просто айтарым просто. Босқа үміткерді үміттендірмей ақ қой. Лучше екеуін қосылғандарын дұрыс болады. Ол сендегі блокта деген ол тек ашейін сөз. Тек ашейін сөз ол. Просто, бля, галочка, блокта дейсіңдер, болды. Бірақ сендер өшеде Балауса қарымға өлтіріп тұрып бәрің обещание бересіңдер. Именно бірақ соны істемейсіңдер, құлаққа келіп тебесіңдер арада. Алдарында бір 5 жасар бала отқан жоқ Балауса ханым. Күнделікті көріп жүрген адамдарымыз ғой. Қайда сырласасыңдар, отырып бір-біріңе шиқ-шиқ әңгіме айтасыңдар. Болды, ағатай енді. Просто кино ойнау жоқ өзің сөз. Ринат, сөзіңізді бөлейін енді. Шынымен де шығарып салды ма жоқ па, қазір өздерінен сұраймыз. Бізде жарнамадан кейін жалғастырамыз.